Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге iPhone телефонында CapCut приложениесіне қазақша шрифті қалай жүктеу керек, сол туралы түсіретін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен Телеграмға кіресіздер және де қазақша шрифттер деп жазасыздар. Сол кезде канал шығады, қазақша шрифттер деген. Бұл ашық канал, жазсаңыздар сразу шығады. Және де неше түрлі әдемі шрифттер бар, соның кез келгенін таңдайсыздар. Например, Боярский деген таңдаймыз, үстін басамыз, именно файлды, сосын выбрать деген басамыз. Кейін үшінші стрелка тұр, поделиться деген. Соны басасыздар, и астына жосқан кезде сіздерде сохранить в файлы деп шығады. Менікі почему-то шықпай тұр, бұрын шығатын тұғын, сөйтіп мен шрифттардың бәрін сақтап алғанмын. Мына жерден почему-то шықпай тұр менде. Сіздерде обязательно шығу керек. Сохранить в мои файлы деп. Сосын ол шрифтіңіз в мои файлыға сақталады. Мінеки файлы тұр сіздерде. Осы жерде сақталады мінеки менің шрифттерім. Кейін CapCutқа кіресіздер. Мысалы, бір жұмыс жасап жатсыз, CapCutта. Осыған кіресіздерде текстің үстін басасыз. Одан кейін добавить тексті басасыз. Осы жерде shift деген тұр, соның үстін басасыз. Және де былай жылжытсаңыз солға қарай импортировать шрифт деген тұр. Соны басасыздар. Мінеки мен шрифттарым уже загрузка жасалынған. И осы жерде плюс деген тұр. Осының үстін басасыздар. И сол кезде автоматом сіздерге шрифттарды шығарып береді. И осы жерден шрифттарды осылай загрузка жасайсыздар. Мінеки шрифтім шықты. Осылай шрифттердің бәрі загрузка жасап аласыздар. Видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Қош сау болыңыздар.